Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге тізе буын ауруларында ауырсынуды басу үшін жақсы көмектесетін компресс туралы айтамын. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге куркумин қажет. Куркумин буын ауруларында кеңінен қолданылады. Қан айналымды жақсартады, қабынуға және инфекцияға қарсы әсер етеді. Буын аурулары, артрит, ревматизм кезінде ауырсынуды басады. Компресс дайындау үшін куркума, имбирь, қызыл бұрыш ұнтағы, горчичное масло немесе оливковое масло керек. Бір ыдысқа 2 шай қасық куркума, жарты шай қасық қызыл бұрыш, 2 шай қасық имбирь. Егер сіз бірінші рет жасап жатқан болсаңыз, 1 шай қасық имбирь, екінші рет жасағанда 2 шай қасық имбирь қосасыз. Араластырып, 2 шай қасық ыстық горчичное масло немесе оливковое масло қосамыз. Консистенциясы осылай сұйық болады. Егер тізе буынына қоятын болсаңыз, маска қолдану керек. Егер дененің басқа жеріне жасайтын болсаңыз, компрессті ол кезде дәкеден салфетка жасап, сол арқылы компресс жасауға болады. Маскаға сұйықтықты құйып, тізе буынның сыртынан қоямыз. Сыртынан бинт немесе орамалмен орап, 2 сағатқа қалдырасыз. Сол уақыт ішінде күйдіру сезім болса, ашып аллергия бар жоқтығын тексеру керек. 2 сағаттан кейін компрессті аласыз, ауырсынуды басады. 2 рет таңертең және кешке 1-2 апта жасауға болады. Бұл компресстің қарама-қарсы көрсеткіштері бар, сондықтан дәрігердің тағайындауымен қолданған дұрыс. Әрине, әрбір аурудың емін комплексна емдеу керек. Каналда пайдалы ақпараттарды бірінші болып көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз.